Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызда сіздермен өсімдіктердің өсуі мен дамуына жарықтың әсері және де фотопериодизм ұғымымен танысамыз. Оқуымыздың мақсаты жарықтың өсімдіктердің дамуына әсерін түсіндіру және де өсімдіктердегі фотопериодизм рөлін сипаттау. Жалпы біз өткен сабақтардан сіздермен жарықтың экологиялық фактор ретінде тірі ағзаларға, соның ішінде өсімдікке аса маңызды рөл атқаратындығын, аса маңызды әсер ететіндігін қарастырдық. Яғни жарықтың ұзақтығына байланысты негізінен өсімдіктердің соған қарай бейімделуі бізде жарық кезеңдік, яғни фотопериодизм терминін тудырады. Яғни фотопериодизм дегеніміз ол ағзалардың жарық күн ұзақтығына байланысты өзінің физиологиялық үдерістерінің өзгеру қабілеті. Мысал алатын болсақ, бізде суретте негізінен ағаштың жеміс беруі көрсетілген, оның этаптарымен. Мысалы, бүршіктің түзілуі, оның гүлдеуі, одан кейін жапырақтарының түсуі, одан бөлек жемісінің түзілуі, осылардың барлығы да бізде фотопериодизм заңдылығына сәйкес жүреді екен. Негізінен фотопериодизм ұғымы 1920 жылы атақты селекционер ғалымдардың темекіге жүргізген селекциялық зерттеулерінің нәтижесінде ашылған болатын. Негізінен осы фотопериодизм ұғымына сәйкес, яғни өсімдіктердің жарықтың ұзақтылығына бейімделуіне сәйкес өсімдіктерді біз ұзақ күндік, қысқа күндік және де бейтарап өсімдіктер деп үш топқа жіктейміз. Ең алдымен бейтарапқа тоқталсақ, бейтарапта негізінен өсімдіктердің қандай да бір жарыққа тәуелділігі жоқ, яғни оларға кез келген жағдайда өсе беретін өсімдіктерді жатқыза аламыз. Ал ұзақ күндік және қысқа күндікке тоқталайық. Ең алдымен ұзақ күндік өсімдікке тоқталсақ, яғни ұзақ күндік өсімдіктерге негізінен бізде жарықтың ұзақтығын, күннің ұзақтығын аса қажет ететін өсімдіктер жатады. Мысал алатын болсақ, бұл өсімдіктер жаз кезінде өздерінің жемісін беріп үлгеретін өсімдіктер. Ұзақ күндік өсімдіктерге біз мысал ретінде ошағанды жатқызсақ болады. Бізде суретте көрсетілген, бұл бізде ошаған. Ал қысқа күндік өсімдіктерге келетін болсақ, қысқа күндік өсімдіктер негізінен бұл күннің қысқа уақытында өзінің жемісін беретін өсімдіктер болып табылады. Яғни бұл өсімдіктер жаздың соңына қарай өзінің жемісін береді. Және де Қазақстанда бізде негізгі өсімдіктердің түрі ол қысқа күндік өсімдіктер болып табылады екен. Жалпы фотопериодизмнің негізгі маңыздылығы қандай деген сұраққа жауап беретін болсақ, мысалы, жарықтың қолдан жасау арқылы жылыжайларда өсімдіктерді өсіру кезінде жарықты қолдан жасау арқылы біз олардан көп өнім ала аламыз. Яғни оның маңыздылығы осында болып табылады. Және де қорытындылай келе сіздерге тапсырма ретінде осы қысқа күндік және де ұзақ күндік өсімдіктер, қандай өсімдіктер қысқа күндікке жатқызылады, қандай өсімдіктер ұзақ күндікке жатқызылады, соны кесте түрінде толтырсаңыздар болады. Жалпы бүгінгі сабағымыз осы, яғни біз сіздермен фотопериодизм ұғымымен таныстық, соған байланысты өсімдіктердің классификациясымен таныстық. Сабағымыз түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.